Ана мен ажалдың әңгімесі. Бір әйел ана атанады. Егіз ұл қыз тапады. Сол екі баласына сүйсініп қарап, көңілі толып отырған сәтте, кенет үйге күннің сәулесі өтпес бір қара көлеңке кіреді. Жүрегі дір ете қалған ана алдында ажалдың тұрғанын көріпті. «Иә, мейірбан ана, сіз үшін келдім бұл үйге. Әйелдік борышыңды өтедің. Бұл дүниеге екі жанда келдің», дейді ажал. Ана бұл сөзге көнбеді. Ажал маған әлерте сен күте тұр. Ұлымның ержеткенін, қызымның бойжеткенін білейін. Оларды өзім секілді бала сүйгенін өз көзіммен көрейін. Соның бәрін көрген соң, немеремді сүйген соң ала бер, дейді. Жоқ, мейірімді ана, сенің жаның дәл қадір керек маған. Неғұрлым тез алсаң, адам жаны сонша тәтті болады деп айтқаннан қайтпапты ажал. Әлі де көндіруге тырысайын деп ойлаған ана. Онда біз келісейік ажал. Менің осы көремін деп отырған нәрселеріммен айнытып көр. Тек солар үшін өмір сүрдің еш қажеті жоғын дәлелдеп көрсет маған. Сосын барып мен бұл өмірден қажыған кезімде өзім сенен өлімді сұрағанда мен алып кет депті. Ажал көп ойланып, ақыры тәуекелге бел буып келісімін беріпті. Болсын, мейірімді ана, қабыл алдым тілегіңді. Тірі қалғанына, сонау ажалды көндіргеніне мәз болған ана балалардың бетінен мейірлене сүйіп қояды. Ал ажал алда болар анамен болған уәдесін ойлап көтеріңкі көңілмен өз ауылына қайтыпты. Сөйтіп байқұс ананы қайғы мен қасіретке толы өмір басталады. Баласының істеген бірінші опасыздығына, жарының арақ ішіп мас болғанынан, айналасындағы адамдардың надандығына, көршінің қызғанышына, бәріне де шыдады. Мақұл қалмады, майыспады. Бұл өмірден шаршаса да жығылмады. Балаларым жетім болмасын, жұрт алдында асқағы жүрсін. Қайда жүрсе де, қандай запқа жолықса да, артында мені күткен анам бар деп жүрсін, деді.